Біздің саламыз ауыз құрамы, РДНК, хроматография, трансгендік зерттеу. Анау бейнеленген әлемде біреу ақ. Ана зат есімде? Бұрын көргем. Бұл Ганали құрылғысы. Иә, әкемнің кабинетінде суреті тұратын. Жұмыс тәсілі қарапайым. Антигенді енгізіп, іске қосасың. Ол химиялық бұл тудырады. Сөйтіп ол бүкіл қалаға жайылады. Теория жүзінде полиомиелитті емдеуге болады. Ғажап екен. Кейбіреулердің пікірі басқаша, ал құрылғыға токсин салынса ше, ем қабылдағысы келмейтіндер де табылады. Бұлттан ешкім қашып құтыла алмайды ғой. Сондықтан Анеке шаң басып тұр. Зерттелмеген нәрселер әлі де көп. Мынау кесірткенің компьютерлік үлгісі. Бұл жәндік бөлінген мүшесін қалпына келтіре алады. Шіркін сондай қабілетке ие болсам да. Қазір біз оның осы қасиетін бөліп алып, оны 3 аяқты Фредди тышқанға енгізуге тырысып жатырмыз. Ал енді алгоритмді енгіз. Шұғыл шаруа ма? Жүйе енді енгізуге дайын. Жақсы. Енді қараңыз. Не істегенімді көрдіңіз бе? Протеин теженің бе? Иммундық жүйе генді қабылдау. Тәжірибе басталды. Жалғасуда. Сәтсіздік. Зерттеу нысаны өлді. Жалғасуда. Сәтсіздік. Жалғасуда. Сәтсіздік. Жалғасуда. Сәтсіздік. Зерттеу нысаны өлді. Жалғасуда. Пептидті алгоритм қабылданды. Өсу толығымен аяқталды. Тіршілік көрсеткіштері қалыпты. Қан қысымы қалпында. Мүше регенерациясы сәтті аяқталды. Міне ғажап. Рахмет саған. Танысып қой, Фред пен Уилма, 3 аяқты тышқандар. Места. Кәне достым, қорықпа. Қане? Байқа, қолыңа кіріп кетпесін. Адамдарға келесі аптада жасаймыз. Болды.